Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте жеңіл әрі өте тез дайын болатын, аз ғана заттан жасалынатын осындай дәмді кереметтей американдық панкейки дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Сонан соң үстінен жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің сұйық массамыз дайын. Енді әзірге бұны шетке қойып, ұнымыз бен қопсытқышымызды бөлек ыдысқа жақсылап араластырып аламыз. Мен осылай бірден ситаның үстіне қосып, жақсылап араластырып алдым. Онда міндетті түрде осылай електен өткізе отырып қосыңыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша, арасында ешқандай комочек қалмайтындай, түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып алыңыздар. Енді үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Неге бізде осындай қоюлықтағы қамыр шықты? Енді құрғақ қызып тұрған табамызға осы сұйықтығымызды құйып, аз-аздан құя отырып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде табаңыз қызып тұрған болу қажет, және де құрғақ болу қажет. Ешқандай да май құймаймыз. Осылай аз-аздан ғана құйып шығамыз. Барлығын бірдей мөлшерде құюға тырысыңыздар, сонда сізде біркелкі панкейктер шығатын болады. Құйғаннан кейін шамамен 1 минутқа жетпей осындай кішкене тесіктер мен көпіршіктер пайда болады. Сол кезде панкейкімізді келесі бетіне аударамыз. Екінші беті бізде бірінші бетіне қарағанда өте тез піседі. Неге екінші беті осындай болып пісіп шығады? Астындағы отымыз осындай орташа отта болуы қажет. Тым қатты емес, тым жай емес. Осындай орташа отта пісіріп аламыз. Барлық панкейктерімізді осылай пісіріп аламыз. Дайын болған панкейктерді қалауларыңызша әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Сгущенкамен немесе балмен, сонымен қатар шоколадпен, бананмен әсемдеп ұсынсаңыздар керемет үйлесім болады. Жай ғана өзін жесеңіздер де өте керемет болып шығады. Қазір сіздерге ортасын үзіп көрсететін боламын. Неге ортасы осындай толығымен піскен, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Басқа да қызықты рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.